Ассалаумағалейкум көліксүйер қауым. Осындай көліктерің ұстаның есігінің алдында тұрмасын десеңдер, көліктеріңді қыздырып алмаңдар. Қозғалтқыш қандай легендарный аты шыққан, аты шулы мотор болса да проблема. Мынау енді бұрында жасалған. Оны біліп отырғанымыз болттары әртүрлі. Мына головканың болттары. Мынау неме прокладкалары боялған, міне медный спреймен, мыспен спрейде краскеленеді. Мынаны семіртесін. Семірткен кезінде ол кішкене қисайған-месайғандарды ұстап қалады да. Соның көзде де қайта бұл қыздырып жіберген. Соның кесірінен бұл қайтадан ремонтқа келіп отыр. Оның алдында біреулер істеген, бұдан кейін одан кейін алған адамдар да қыздырып жіберген. Сосын негізін алға келіп тұр міне. Сондықтан анау кейбіреулер көбісі сұрайды BMW-ларда несіне қарай, мейтін BMW алған кезінде сен қыздырып алма деймін да. Қыздырып алма. Қыздырып алсаң проблема. Өйткені айтырым, кез келген қозғалтқыш қыздырып алсаң проблема. Міне біздің көшеде бір шал айдап жүр, 34 BMW-ны 17 жыл болды өзім қозғалтқышымен айдап жүр. М50 мотормен, 2 объеммен. Есіме шықпаса 2 объем оныкі. Міне, моторы ашылған жоқ, мүлде ашылған жоқ. Доспалдарда да жүр, мынау осы мотор 448 PN деген ягуарский мотор, 4-4 атмосферный. Қыздырып алған жоқ, проблема жоқ, айдап жүр міне. Міне қыздырып алғандардікі, міне проблема. Айтып отырмын, қандай легендарный мотор болса да, бір көзің асфальтта болса, бір көзің температурный датчикте болуың керек. Қыздырып алмауың керексің. Одан кейін мына қазір головкаларын текстетіп келдім токырдан. Мына жерде қазір көрінеді, көрінбейтін білмеймін. Мына жерде сварканың іздері тұр, мына жерде пятно былай. Қазір ана екінші головкада күннің астында мына жер көрініп тұр. Мына су жеп болған мына негізінде. Мынандай жерлерін. Мынау немеге прокладка өтеді ғой мына жерде міне. Домалақ соны жақындап жеп қойғаннан кейін, су жеп қойғаннан кейін сваркаленген. Қазір басқа екінші головкадан көрсетем, екі головкасына тексетіп алып келдім. Мына жер жақсы көрініп тұр ғой, міне пятно былай. Сваркалеген. Неге десең, ол мына құрттап жеп қойған ғой алюминий жеп қойған. Мына жерде прокладка өтеді. Сол камера сгорание жақындаған кезде мына сваркалеп, мына бәрі пятно былай қарасаң, ізі тұр сварканың міне. Бәрі сваркаленген. Мына жер сваркаленген, мына жер сваркаленген. Текстелген бұрын бір рет текстелген, одан кейін мына екінші рет текстеліп жатыр міне. Қыздырып алмау керек. Одан кейін мынау ГБЦ-ның прокладкасы. Мына жерде аты жөні жоқ. Енді бұл айтқанда сандары жоқ, ешқандай. Жет атасы белгісіз, кім екен. Мынада бар, мынау мен үйде басқа осы қозғалтқыш шашқам. Міне жерде көрінеді. Қазір мына жерде қазір телефон күннің сәулесі көрсетіп тұр. Көрсетіп тұрғанша мына сандар көрініп тұр мына жерде. Қараңғысынан көрінесінші. Мына жерде жазулар бар міне. D5 деп тұр, мысалы 4N деп тұр, 23, мысалы осындай аты шыққан, сондай бір оригинальный прокладка салу керек. Өйткені тексіз ғой мынау, тексіз прокладка саған, бұл өртеніп кеткен, жіберіп қойған. Мүмкін чуха екен, қатты чуха, анамен салсырса, оригинальныймен салсырса, чуха екен. Бұл тағын газбен жүреді. Клапандар әлі өзінің клапандар, көбінесе бұларда клапан кете қоймайды. Тек қана ауруы сол жәлегіндей қыздырып алғаннан кесірінен бұл ремонтта тұрмын. Гильзалар заводтан шойын болып шығады. Мерс BMW-лармен салыстырғанда альфил деген жоқ покрытие бұларда. Шынжырлары бөлек, мына бастыкі бөлек, мына бастыкі бөлек. Жақсы осылай жасалған дұрыс болып есептеледі. Айтпасам, ұзын шынжыр болса, мына жақта бұрын жәндегінде шестеренка сайланып тұрса, ескі моторларда М60-тарда, мысалы Мерстерде, BMW-ларда аттың тағасын қоя бастады. Мында аттың тағасына қосайтын успокоитель қоя бастады. Оның бір жаман текстолит ыстықтан ағаш болып қалады да, шытынап түсіп қалады да, сосын шынжырың созылып кетеді. Соның қате жанады, ошибка.
панеліңе жанады, жеке чаның жанады, чек энжейн жанады. Соны қыздырып алмау керек. Айтып жатқаным сол. Енді дегендей тәжірибемен бөлісіп жатқаным ғой. Кез келген қозғалтқыш, легендарный мен деген мотордың қайсысы болмасын, қыздырдың ба, любой проблема. М50 болсын, BMW, дегендей Мерстің дегендей 104 моторы болсын, GZ болсын, UZ болсын, қайсысы болмасын, қыздырдың проблеманы. Өйткені мынау тегістігі блок, головка басы ойнап кетеді ыстықтан. Кольцаларың дегендей серіппе болу керек қой, пружина. Ол қызғаннан кейін сым болып қалады, жай отырып қалады. Өйткені ол мына кольцалары сырғалар бүйтіп майыстырсаң қартына қайтпай қалады. Неге десең, қатты қыздырғаннан кейін ол дегендей серіппе пружина емес, уже неме болып қалады, жай сым болып қалады. Сосын май жеп кетеді, түтіндеп кетеді. Қыздырмасаң жүре беретін моторлар ғой десең. Өйстіп ұсталардың есің алда тұрады міне. Шыққанша.